Халед Хоссейни «Жарқыраған мың күн» үздік шетел әдебиеті. Роман соңғы жарты ғасырда әлем назарын өзіне жиі аударған ауған елінің ашық та тұңғиық өмір шындығын, тыныс-тіршілігін боямасыз бейнелейді. «Жарқыраған мың күн» әлемнің көптеген тілдеріне аударылып, оқырманның ыстық ықыласына бөленген. Бірінші бөлім. Мәриям «харами» деген сөзді алғаш рет 5 жасында естіген. Мұны бейсенбі күні естіген сияқты. Өйткені Мәриямның мазасы қашып, дегбірсізденіп кеткен еді. Оған себеп әр бейсенбіде Жәлелдің оны көруге лашығына іздеп келетіні. Ондайда Мәриям белуардан келетін қою, бітік көк шалғын арасынан қол бұлғап, Жәлелдің алдынан жүгіріп шығатын. Сол мезгіл келіп жеткенше алып ұшқан көңілін басу үшін орындыққа шығып, шешесі Нанаға ыдыс-аяқтарды алып беріп, тасып көмектесетін. Бұл ыдыстар көне Қытайда жасалған. Нанаға анасынан бұйырған бірден-бір жәдігер еді. Ол 2 жасында жетім қалған. Нана ақ және көк түс араласқан, ернеуі әсем иілген, сыртына торғай мен бамбуктың суреті салынған шәугім мен тіл көзден сақтайтын айдаһар суреті бар қант салғышын жанынан артық көретін. Дәл сол қант салғыш Мәриямның қолынан түсіп кетіп, парша-паршасы шыққан. Оның шағылғанын көргенде Нананың жүзі қызыл күреңденіп кетті. Ерні дірілдеп, әдеттегі мейірімді қос қарашығы Мәриямға сұқтана қалды. Нананың долдануынан қорыққан қызы оған тағы да жын жабысып алды ма деп алаңдады. Әйтсе де бұл жолы жын келмеді. Анасы Мәриямның білегінен тартып, тістерін шықырлата қайрап: «О, харами, қиналып баққан еңбегіңді осылай өтегенің бе? Асыл дүниемнің быт-шытын шығардың, арамнан туған шата неме?» деп балағаттай жөнелді. Ол кезде Мәриям шешесінің сөзін түсінбеген еді. Харами дегеннің мағынасын білмейтін. Дүниенің әділетсіздігін түсінуге, айыпталуға тиістілер шаталар емес, керісінше сол шаталарды тапқандар екенін танып білуге қауқарсыз сәби еді. Сөйте тұра шешесінің харами деп тілдеген кезіндегі сықпытына қарап, мұның масқара, жеркенішті бірдеңені білдіретінін сезінетін. Ол бәлкім шешесі үй сыпырғанда қарғап-сілеп тұрып сыпырып тастайтын таракан сияқты жеркенішті жәндік болса керек. Мәриям есейе келе Нананың бұл сөзді ашуын тарқату үшін ғана айтатынын түсінді. Харамидің елеусіз біреулерге қаратыла айтылатынын, өзінің де дәл сондай ешбір заң мойындамайтын жұрт қатарлы махаббатқа, жанұя мен мейірімге бөлену хақысынан мәңгілікке айырылған ілікке алғысыз жан екенін білді. Жәлел Мәриямды еш қашан олай атап көрмеген. Оны сүйкімді гүлім дейтін. Құшағына алып, хикая айтып бергенді құп көретін. Бұл жолы ол Мәриямның 1959 жылы туғанын, туған жері Гераттың бір кездерде парсы мәдениетінің бесігі болғанын, онда көптеген жазушы, суретшілер мен тақпалардың өмір сүргенін әңгімелеп берген. Ақындардың көптігі сол, аяғыңды сәл көтерсең болды, әй шай жоқ, бір шайырдың басына теуіп салып қарап тұрасың, деп қарқылдап күлген. 15 ғасырда өмір сүрген Гаухаршад бегімнің Гератқа деген махаббатын әйгілеп, әсем мұнаралар тұрғызғаны жайлы хикаясында айтқан еді. Онымен қоса, Гераттың көсіліп жатқан жап-жасыл атыздарын, құлпырған бау-бағын, сабақ-сабақ самсап тұрған жүзімі мен жүзім бағын, адамдар иін тірескен базарларын Мәриямға тебірене баяндаған. «Онда бір пісте ағашы бар еді», деді Жәлел бір күні. «Сол ағаштың саясына ұлы шайыр Жәми жерленген». Ол еңкейе түсіп Мәриямның құлағына сыбырлады: «Жәми 500 жыл бұрын жасаған, сені сол жерге, дәл сол ағаштың түбіне апарамын». Бұл пәнеге келген 15 жылында Гератқа жаяу-ақ жетіп баратын жерде тұрғанымен, сол ағашты, әлгі әйгілі мұнараларды жақыннан көру оған еш бұйырмаған. Гераттың бақшасынан жеміс үзу, атызын аралап серуендеу нәсіп болмады. Бар болғаны, Жәлелдің осы тақылеттес әңгімелері басталғанда қызығы тыңдаумен тынады. Әкесінің көп білетініне таңданады. Осындай білімді әкесі болғанына тебіреніп, көкірегін мақтаныш кернейтін. «Не деген өтірік бұл?» дейтін Нана Жәлел кеткен соң. «Байлардың көпірме сөздері де ақшасы сияқты көп болады екен. Ол сені ешқашан әлгі ағаштың түбіне апармайды. Оның құрғақ көпірмесіне сеніп қалма. Сол қадірлі әкең бізге қиянат жасады.
бізден баз кешті. Өзінің хан сарайында үйінен қоқыс шығарғандай-ақ сыпыра салды. Сонысына риза тағы. Бұл сөздерді Мәриям шарасыз тыңдайтын. Нананың Жәлел жайлы осы сықпытты сөздерін естігісі келмейтінін айтуға еш бата алмайтын. Әкесімен бірге болған кезінде ол өзін харами санамайды. Әр бейсенбіде Жәлелмен кездесіп бірге болатын сол 1-2 сағатта ол әкелген тату сыйлар мен жүзіндегі жылылықты көріп, өзін өмірдегі бар сұлулық, ілтипат атаулыға лайық және соған ие болғандай сезінетін. Сол үшін де ол Жәлелді жақсы көретін. Ол тіпті әкесінің басқа бір отбасы барын білсе де, бәз-баяғысынша оны жақын тарта беретін. Жәлелдің 3 әйелінен заңды 9 баласы бар. Мәриям олардың біреуін де танымайды. Ол Гераттағы байлардың бірі. Кинотеатры да бар. Оның кинотеатрын көрмесе де, Мәриям Жәлелдің айтқандарынан театрдың ақ әрі көгілдір түсті кірпіш қабырғалары, оқшауланған балкондары мен кресло орындықтары барын, кинозалдың қос қабатты есігіне үнді фильмдеріне арналған постерлер ілінетінін де білетін. Жәлел оған сейсенбі күндері балалардың кинотеатрда тегін балмұздақ жейтінін де айтқан. Жәлелдің сөздерін естіп, Нана мырс етті. Ол кеткен соң Мәриямға келемеждей тіл қатты. Елдің балалары ақсыз балмұздақ жепті. Сен не жейсің, Мәриям, балмұздақ хикаясын ба? Кинотеатрдан басқа Жәлелдің Қарақ пен Фареде жер учаскелері, 3 кілем дүкені, киім-кешек дүкені, оған қоса 1956 жылғы қара түсті бюйк көлігі бар. Гератта таныс білісі жетерлік, өрісі кең, қала мері, провинция губернаторы мен де дос, аспазы, шопыры, 3 бірдей үй қызметкері бар. Нана жүкті болып, іші шыға бастағанша сол үй қызметкерлерінің бірі болған еді. Нананың айтуынша бұл іс бүкіл Гератқа таралып кетіпті-мыс. Жәлелдің туысқандары қан төгеміз деп қасам ішіп, әйелдері Нананы үйден қуып шығуды талап етіпті. Гулдаман қыстағында тас қалаушылықпен айналысатын әкесі бұл масқараға шыдамай, Нанамен арасын үзіп, буынып-түйініп Иранға баратын автобусқа мінген беті ұшты күйлі жоғалыпты. Кейде, деді Нана аулада тауықтарға жем шашып тұрып, әкем мені бауыздап өлтіріп, намысын сақтап қалған болса ғой деп ойлап кетемін. Сөйтсе дұрыс болар еді. Ол тағы бір шөкім жемді шашып жіберіп аз кідірді де Мәриямға қарады. Саған да жақсы болар еді бәлкім. Өзіңнің қандай адам екеніңді білуден құтылар едің. Бірақ менің қоян жүрек әкем ондай ерлік жасай алмапты. Онымен қоймай, Нана Жәлелдің де сонша батылдығы жоғын, әйелдері мен туысқандарының алдында қолымен істегенін мойнымен көтерудің орнына абыройын қорғап, жең ішінен саудаласып бітіскенін айтты. Ертесінде ақ ол Нананы қызметкерлер бөлмесіндегі көрпе жастығын жинауға бұйырып, шығарып салған көрінеді. Оның өзін қорғау үшін қатындарына не дегенін білемісің? Мен оны жолдан тайдырыппын. Бар кінә менде екенміз. Көрдің бе? Міне, осының бәрі дүниеге әйел болып келгеннің кінәсі. Нана қолындағы жем салынған ыдысты жерге қойып, саусағымен Мәриямның иегін көтеріп, «Маған қара, Мәриям», деді. Мәриям шарасыз оған қарады. «Айтқанымды есіңде берік сақта, қызым. Компастың тілі қашанда солтүстікті көрсететіндей, еркектердің күйе жағатын саусақтары қай кезде де әйелдерге бағытталады. Қай кезде де. Мұны есіңнен шығарма, Мәриям». Жәлел мен оның қатындарының алдында мен бір улы тікен, ошаған сияқтымын. Сен де сондайсың. Маңдайына тумай тұрып ақ сондай тағдыр мөрленген. Ошаған деген не? Деп сұрады Мәриям. Арам шөп, деді Нана, малды жемейтін. Мәриямның қабағы қарс түйілді. Жәлел оны арам шөпке баламайды. Ешқашан ондай ойда болған емес. Дегенмен ол өзінің наразылығын жасырып, білдіргісі келмеді. Арамшөпке ұқсамайтын бір жерім, сенің себебіңнен ас ішіп жүрмін. Жәлел үй ішімен солай келіскен. Нана өзінің Гератта өмір сүргісі келмегенін айтты. Мен мұнда не үшін өмір сүремін? Оның маймақ қатындарын машинасына салып алып базар аралатқанын көру үшін бе? Ол тағы өзінің Гераттан 2 шақырым жердегі әкесінің бос үйінде де тұрмағанын, ол жерден алыс болса да, көршілері мұның шартиған қарнына көз сұғып қадап қарамайтын, дөрекіліктерін паш етіп масқараламайтын бір жерде өмір сүруді таңдағанын айтты. Маған сен, деді Нана, әкең мені көзінен таса қылғаннан кейін ғана көңілі жайланды.
өзінің күткені де дәл сол еді. Нананы бұл жерге қуып жіберуді Жәлелдің бәйбішесі Хадишадан туған үлкен ұлы Мухсин ойлап тапқан. Бұл ара Гулдаманнан алыс емес еді. Онда бару үшін Герат пен Гулдаманның арасындағы күре жолды екіге бөліп тұрған дөңнің үстіндегі лай соқпақпен жүруге тура келеді. Соқпақ жолдың екі жағы белуардан шалғын жасыл желек. Құлпырған гүл бәйшешектен хош иіс аңқиды. Жыландай ирелеңдеген бұл соқпақ дөң арқылы өтеді. Қурап қалған ағаш бұтақтары мен бітік бұта бүргеннен аяқ алып жүргісіз. Бір-біріне шырмалып өскен жабайы бұталар ары қарай жазық алаңқайға тұтасады. Дөң үстінен Гулдамандағы жел диірменнің мүжілген қалақшаларын, төменде кеңінен көсіліп жатқан Гератты көруге болады. Бұл соқпақ Гулдаманды айнала қоршаған Сафедкох деп аталатын таулардан тарамдалып келетін өзенге кеп тірелетін. Балығы тайдай тулаған өзен десе артық болмас. Өзеннің бірнеше жүз метрдей жоғарғы тұсындағы тау баурайында оратыла бітік өскен тоғай көрінеді. Сол тоғайдың ортасында алақандай бос жер бар. Жәлел бұл жерді көру мақсатында бір рет келген екен. Нананың айтуынша, ол қайтып келе салысымен бейне аппақ қабырғалары мен тап-таза еден мақтап жатқан түрме қызметкеріндей бұл жерді аузы-аузына жұқпай мақтай жөнеліпті. Сонымен ол сен екеумізге осы тышқанның інін жасап берді. Нана 15 жасында тұрмысқа шығуға шақ қалыпты. Сөз салған жігіт Шиндант деген жерде ұзын құйрықты тоты сатумен жан бағады екен. Нана немқұрайлы айтқанымен, Мәриям оның сол бір хикаяны айтам дегенше көзінде қылаң берген жарқылдан оның сол жігітке тиюге риза болғанын, той қамы сөз болған сол күндер оның өміріндегі ең бақытты сәттер болғанын түсінді. Мәриям Нананың құшағында оның әңгімесін тыңдай отырып, той күні оның қолына қына жағып, ән бойын күміспен күптеп, шашын өріп, жасыл түсті той көйлегі мен ораған жаулығының астынан қымсына күлімсіреп, ат үстінде отырған бейнесін көз алдына елестетті. Одан әрі музыканттардың сырнайлатып, кернейлетіп, көшедегі балалардың бірін-бірі қуалап, шұрқырасып дауыстарын естігендей күй кешті. Тойға бір апта қалғанда Нанаға жын жабысыпты. Мұның қандай жағдай екенін Мәриямға түсіндірудің қажеті шамалы еді. Ол Нананың кенеттен құлап, денесі жиырылғанын, қарашығы аларып, тұла бойында бірдеңе жыбырлап жүргендей аяқ-қолы дірілдеп, аузынан қанды көбік аққан сәтін талай мәрте көрген. Артынша басы айналып, есін жоғалтып, сандырақтап сөйлейтінін де әбден біледі. Бұл хабар Шиндантқа жеткенде, тотығыз бағатын жігіттің отбасындағылар тойды болдырмай тастапты. Олар қатты қорқыптымыз, деп сөзін аяқтады Нана. Той көйлегі көз көрмес бір жерге жасырылыпты. Осыдан кейін Нанаға сөз саларлық біреу еш жерден табылмапты. Алқап аясындағы бос жерге Жәлел ұлдары Фархат пен Мухсинді ертіп барып, Мәриям үшін осы лашықты тұрғызып берген. Мәриям осынау қуықтай күркеде 15 жыл өмірін өткерді. Үйдің қабырғаларын сабан араласқан лаймен сылады. Үй ішінде 2 ағаш диван, бір үстел, бір жұп қатты орындық бар. Қабырғадағы сөрелерге Нана саз балшықтан жасалған ыдыстар мен өзі құнды санайтын шәугім кеселерін әдемілеп тізіп қойған. Бір бұрышта Жәлел қойып берген шойын пеш, одан әрі артқы қабырғаға отын жиналған. Аулада нан жабатын тандыр пеш, тауық кепесі де бар. Бір кездері Жәлел бірнеше қой әкеліп, аула ішіне шағын қорада жасаған. Ұлдарына лашықтан 100 метр жердегі бұталар арасынан терең шұңқыр қаздыртып, дәретхана жасатқан. Осынау аядай тамда аздаған ақы төлеп, адам жалдап тұрғыза салар еді. Неге екені Жәлел олай етпеген. Бұл оның кінәсі үшін өзін жазалауымыз, дейтін Нана. Айтуына қарағанда Мәриямға босанарда оның қасында ешкім болмапты. Бұл 1959 жылғы көктемнің жаңбырлы күндерінің бірі. Захир Шахтың 40 жылдық тыныш билігінің 26 жылы. Толғақ кезінде Нанаға тағы да жын жабысу қаупі бар екенін біле тұра, Жәлел дәрігерді тым құрығанда туытқа жәрдемдесер бір пендені де іздемепті. Нана лашығында бір өзі қара терге түсіп, қолына пышақ алып сыз еденде жатыпты. Толғақ қысқанда жастықты тістелеп, тамағым қарлыққанша айғайладым. Көзіме құйылған терді сүртер, маңдайыма бір тамшы су тамызар жан табылмады. Ол аз болғандай, сен де мынау жарық дүниеге келуге асықпай-ақ қойдың.
2 күн бойы мені сол бір суық еденде жатуға мәжбүр еттің. 2 тәулік нәр сызбадым, кірпік ілмедім. Бар болғаны қинала ыңыранып, сенің сау-саламат өмірге келуіңе дұға қылдым. Көп қиындық көріпсің, Нана. Екеумізді жалғап тұрған кіндікті де өзім кестім. Соған бола пышақты қасыма алып қойдым. Кешір мені, Нана. Әр жолы сөйлеп отырып осы тұсқа келгенде Нана сырлы бір мағынасы бар күлкінің ыңғайымен жымиятын. Мәриям бұлай күлімсіреудің айыптау не шарасыз кешіру екенін ажырата алмайды. Өзінің бұл өмірге қалай келіп қалғаны үшін кешірім сұраудың арзымас іс екенін пайымдап жатпайтын. Қалай болмасын 10 жасқа толғанда бұл айтқандарына сенбейтін болды. Одан гөрі Жәлелдің хикаяларына, оның Нананы Гераттағы ауруханаға апарғанына, акушер әйел босандырып, жарық бөлмедегі аппақ сейсеппен тысталған төсекке жатқызғаны туралы айтқандарына сенді. Мәриям әлгі пышақ туралы айтқанда Жәлел түңілген шырай танытып басын шайқады. Ол тіпті шешесінің 2 күн толғақ азабында қиналғанына да күмән келтіре бастады. Олар маған туыттың бас-аяғы 1 сағатқа да жетпегенін айтты, деді Жәлел. Сен өте мықты қызсың, Мәриям. Өмірге келерде де анаңа еш қиындық тудырмадың. Ол мұнда болған жоқ, деді Нана ызалы бейнемен. Сен туғанда ол тақты сафарда достарымен ат мініп серуен құрып жүрген. Нананың қыз туғанын естігенде Жәлелдің иығын қомдап қойып, атының жалын сипағанын, достарымен көңіл көтеруін жалғастырғанын, сөйтіп тақты сафардан 2 апта бойы келмей қойғанын да Мәриямға қалдырмай баяндаған. Шынымды айтсам, ол сені 1 айлығыңа дейін қолына алып та көрмеді. Кейінірек саған 1-ақ рет қарап, басы сопақ екен деп өзіме ұстата салған. Мәриям әңгіменің бұл тұсына да сенбеді. Рас, Жәлел шынымен ат мінуге кетіпті. Әйтсе де, ол Мәриямның өмірге келгенін естігенде жайбарақат қалмапты. Қайта атына қамшы басып, Гератқа құстай ұшып жетіпті. Мәриямды қолына алып, кішкентай бармақтарын, қасы мен көзін аялай сипапты. Әнмен әлдилепті. Мәриямның басы расында сопақ болса да, Жәлелдің олай дегенін көз алдына елестете алмады. Нана Мәриям деген есімді өзі қойғанын, бұл есімнің шешесінен қалған тәбәрік екенін айтса, Жәлел мұны өзі ойластырғанын, Мәриям әсем гүлдің аты екенін түсіндірген. Сіз сол гүлді жақсы көресіз бе? Деп сұрады Мәриям. Ол, мен ұнататын гүлдердің бірі, деді Жәлел күлімсіреп тұрып. 3 дөңгелекті арбаның сықырлай қозғалған дыбысы Мәриямға сәби кесінен таныс. Күріш, ұн, шай, қант, май, сабын мен тіс пастасын тиеген сол арба әр айда 1 рет бұлардың есік алдында пайда болады. Мәриямның өгей ағаларының екеуі, Мұхсин мен Рамин, кейде Рамин мен Фархат кезектесіп, арбаны сүйреп келетін. Олар жағалауы жасыл желекпен көмкерілген кедір-бұдыр соқпақпен кезек-кезек сүйрейтін. Арықтан өтерде арбадағы заттарды қолмен өткізіп, судан өткен соң қайта тиейді. Одан былайғы 200 метрлік жол қою көк шалғын, шөп арасынан бақалар шоршиды. Қара терге түсіп қиналған екеуі бет-ауыздарына қонған шыбын-шіркейді қайта-қайта қағып, сілкіп әбігерленетін. Әкемнің үй қызметкерлері бар емес пе? Бұл шаруаны солар атқарса да болады ғой, дейтін Мәриям. Іші қуыс адамның шарасыз тірлік емес пе? Деп түсіндіретін Нана. Нана мен Мәриям арбаның сықырын естіп далаға жүгіріп шығатын. Міне ас-ауқат келетін осындай күні Нана жалын аяқ қалпында босағаға сүйеніп қолын қусырып тұрады. Күннен көзін сығырайта ұлдарға кекірейіп қарайды. Қырқылмаған шашының ұйпа-тұйпасы шығып, үстіне іле салған сұр түсті көйлегін де дұрыс түймелемейді. Қалтасын жаңғақтай тастарға толтырып алады. Мәриям екеуі арбадағы заттарды тасып, кіргізіп болғанша ұлдар арықтың жағасында күтіп отыратын. Нананың атқан тастары бұларға тимесе де, олардың жақындауға батылдары бармайтын. Нана күріш қалтасын көтеріп бара жатып, Мәриям түсінбейтін сөздермен ұлдарды, олардың шешелерін қарғап сілейді. Бірақ олар сөз қайтармайтын. Мәриям олардың сонша жырақтан зілдей арбаны сүйреп келгендерін ойлап қамығады. Нананың бұларға бір кесе болса да су беруінен үміттенгенімен, шешесі ондай сыпайыгершілік таныта қоймайды. Тіпті қол бұлғап қоштаспайды да. Бір жолы Мәриям Нананы қуантып қою үшін Мұхсинге қарап, сенің аузың кесірткенің артына ұқсайды, деп айғайлады да, мұнысы Жәлелдің құлағына жете ме деп алаңдап кідіріп қалды. Шешесі сарғайған тістерін ақситып қарқылдай күлгенде, Мәриям оның талмасы ұстап қалмаса екен деп алаңдады.
Нана күлкісін әрең тыйып бұған қарады да: «Тауып айттың қызым», деді. Заттарды түсіріп алған соң жігіттер апыл-тапыл орындарынан тұрып арбаларын сүйрей қайта жөнеледі. Мәриям белуардан келетін көк шалғын арасында олардың қарасы өшкенше қарап тұрады. «Үйге кірмейсің бе енді?» «Қазір, Нана. Олар сені мазақтайды, қылықтары сондай. Сүмелектердің масқаралай күлгенін талай естігенмін. Міне келе жатырмын. Маған сенбейсің бе? Келдім міне. Білуге тиіссің, Мәриям. Сені жанымнан артық көремін». Таңсәріден маңыраған қой мен гүлдаман шопандарының тау бөктерінде сызылта тартқан сырнай үні Мәриям мен Нананы ұйқыдан оятты. Олар сиырларын сауып, тауықтарына жем шашып, кепеден жұмыртқа жинайды. Бірге нан жабады. Нана қызына қамыр илеп, тандырға от қалауды, нанды тандыр қабырғасына қалай жапсыруды үйретіп қойған. Оған қоса Мәриям шешесінен киім пішу мен шалғам қуырдақ балауын даярлауды, зімбір араластырып күріш пісіруді де үйренген. Нана үйге қонақ келгенін қаламайтын. Өзіне таныс бірнеше жаннан өзге ешкімді де үйіне шақырмайды. Гүлдаманның ауыл әкімі Хабибхан басы ожаудай, қауға сақалды, қарны жуан адам. Айына бір мәрте амандаса келеді. Әр рет қызметкеріне кейде тауық, кейде сарымсақ қосылған бұршақ балауын көтертіп әкелетін. Мәриямға түрлі түсті піскен жұмыртқа ала келуді де ұмытпайды. Сәлемдесе келетіндердің бірі Нана Бибі деп шақыратын семіз әжей. Ол 6 келіннің біреуімен, бір не 2 немересімен бірге келеді. Ақсаңдай ілбіп, есік алдындағы орындыққа отырар-отырмастан жамбасын уқалай ыңыранады. Әр жолы сыйлық деп Мәриямға бір қорап кәмпит пен бір кәрзеңке айва ала келеді. Әңгімесі денсаулығының нашарлап бара жатқанынан басталып, Керат пен Гүлдамандағы желдей гулеген өсек аяңдармен аяқталатын. Келіні оның иық тұсынан сәл кейінірек жайғасып, үн-түнсіз құлақ қойып отыратын. Файзулла молда, Мәриямның Жәлелден кейінгі жақсы көретін қонағы. Гүлдаманнан аптасына 1-2 рет келіп, бала күнінде Нанаға Құран кәрімнен дәріс бергеніндей, Мәриямға да Құран аяттарын жаттататын. Мәриямның саусақтарын ұстап, Құран кәрімдегі әрбір сөзді көрсетіп, қалай оқуды түсіндіретін. Қолына қарындаш ұстатып, әрбір әріпті қалай жазуды үйреткен де сол Файзулла молда. Аузында тіс қалмаған, аппақ сақалы кеудесін жапқан молда лашыққа көбіне жалғыз, ал кейде қызыл шашты ұлы Хамзаны бірге ала келетін. Молда аулаға кіріп келгенде Мәриям алдынан жүгіріп шығып, түк басқан қолынан сүйетін. Молда оның маңдайынан иіскейді. Олар ауладағы терек саясында Нана берген тәрелкедегі қарағай жаңғағын жей отырып, шай ішіп, дәрісті жалғастыратын. Орманнан құйқылжытқан бұлбұлдың, торғайлардың сайраған үні естілетін. Кейде олар күзгі қораған сары жапырақтарды таптап, сайды бойлап тау бөктеріне қарай беттейді. Молда қолындағы тәспісін баяулата тартып, өзінің жас жағында бастан кешкенін қоңыр даусымен, баппен әңгімелейтін. Ирандағы 33 доғалы көпірдің үстінен 2 басты жыланды көргенін, Мазари Шарифтегі көк мешіттің алдынан қарбызды қақ бөлгенде бір жартысынан Алла, екінші жартысынан Әкбар деген жазу шыққанын айтатын. Файзулла молда Мәриямға өзінің Құран аяттарының мағынасын толық түсіне бермейтінін де ашық айтқан. Дегенмен ол арабша сөздерді дыбыстағанда естілетін мұңлы әуенді өте жақсы көретін. Әр жолы аят оқығанда жаны балқып, жүрегі езіледі. Кеудесі кінә кірбіңнен арылып, бойы тазарып, жеңілдеп қалғандай сезінетін. Бұл сүрелер саған да жұбаныш сыйлайды, Мәриям, дейді Файзулла молда. Мұқтаждыққа жолыққанда осы аяттарды оқысаң, ісің оңға басады. Алланың сөзі саған ешқашан кедергі келтірмейді, қызым. Молда Мәриямға сан алуан хикая, қиссаларды баяндап береді. Мәриямның сөздерін де ықыласпен тыңдайтын. Кейде басын изеп, арасында күлімсіреумен Мәриямның пікірін талқылайды. Мәриям Нанаға айтуға аузы бармаған жүрек сөздерін Файзулла молдаға жеткізетін. Бір күні олар соқпақ жолда бірге келе жатқанда, Мәриям өзінің мектепте оқу арманы барын айтты. Мен де әкемнің басқа балалары сияқты мектепте оқығым келеді. Файзулла молда бір орында үнсіз тұрып қалды. Бір апта бұрын Бибі әжей оған Жәлелдің қыздары Сахида мен Нахиденің Гераттағы Мехри қыздар мектебіне оқуға баратыны жайлы хабарды жеткізген. Содан бері мектеп, сынып, мұғалім, торкөз дәптер, сан бағандары,
қара сиялы қалам сияқты сөздер Мәриямның ойынан бір кетпеген. Өзі құралпылас қыздармен бірге сыныпта отырып сабақ тыңдаған бейнесін елестетті, дәптерге жазуды армандады. «Шынымен сондай ойың бар ма?» деді молда қолын арқасына айқастыра, жасаураған, сыпайылық есіп тұратын жанарымен Мәриямға елжірей қарап. Сәлдесінің көлеңкесі сарғайған аютабан гүлінің қауашағына түсіп тұрды. «Иә, маған шешеңнің рұқсатын алып бер демексің бе?» Мәриям жымиды. Бұл дүниеде Жәлелден басқа тек осы қарт молда ғана оның жан қалауын түсінер еді. «Олай десең, мен қайтпекпін. Шексіз мейірімді жаратушы Алла пендесіне әлсіздікті де берген ғой. Талабыңды тойтара алмау сол әлсіздігімнің бірі, Мәриям», деді ол қисайған саусақтарымен маңдайын жеңіл сипап тұрып. Дегенмен бұл жаңалықты Нанаға жеткізгенде оның қолындағы сарымсақ турап отырған пышағы жерге түсіп кетті. «Не дейді? Мектепте оқып не істемекші екен?» «Бұл қыздың оқитын ойы болса, бетінен қақпайық, білім алсын». «Оқиды дейді. Несін оқиды Файзолла молда?» деді Нана бірден. «Мектепте үйренетін не бар?» Ол көзін Мәриямға қадады. Мәриям жерге қарап қалған бойда тапжылмай қалды. «Сен сияқты қыздың мектепке барып оқуының пайдасы не? Ол арадан ештеңеге ес қатпайтын былжырақты үйренесің. Бұл дүниеде сен екеуміз үйренетін бір-ақ нәрсе бар. Естіп тұрмысың? Оны саған мектеп үйретпейді, бер қара». «Қызым, оған бұлай айтпағайсың», деді Файзолла молда. «Бері қара деймін». Мәриям басын көтеріп шешесіне қарады. «Сенің үйренетін бір-ақ нәрсең бар. Ол шүкір ету». «Несіне шүкір етемін, Нана?» «Сен шүкіршілік қылатын іс көп», деді шешесі. Нана Жәлелдің қатындарының өзін ұсқынсыз, арамтамақ тас қалаушының қызы деп қарағандарын, қыстың қақаған суық күндерінде далада қолдары икемге келмей қатып қалғанша кір жуғызғандарын айтты. «Міне, бұл екеуміз сияқты әйелдердің тағдыры, Мәриям. Біздің осы күнімізге шүкір қылмасқа шарамыз жоқ. Айтқанымды түсіндің бе? Мектепке барсаң, жұрт келеке қылады, сені харами деп шақырады, балағат естисің. Мен бұған төзіп тұра алмаймын». Мәриям басын изеді. «Бұдан былай мектепке барамын дегенді тісіңнен шығарушы болма. Менің сенен басқа ешкімім жоқ. Сені өлсем де оларға талатпаймын. Енді мектеп туралы ауыз ашпа. Сабыр ет, ондай жолсыздық қылмағайсың. Егер бұл қыздың оқу ойы болса», деп сөз бастады Файзолла молда. «Сіз бар ғой, молда мырза, бұл қыздың ондай ақымақ қиялдарға берілуіне жол бермеңіз. Оған шындап күйінсеңіз, түсіндіріңіз. Ол тек шешесіне және осы үйге тиесілі. Сыртта оған қасіреттен өзге ештеңе жоқ. Білемін, Файзолла молда, мен солай болатынын жақсы білемін». Үйлеріне қонақ келсе Мәриям қатты қуанатын. Ауыл ақсақалының сыйлықтарын алғанды, Бибі әжейдің пай-пайлап тұрып айтқан қауесеттерін тыңдағанды ұнатады. Әлбетте, Файзолла молда келе қалса тіптен мәз-мейрам болушы еді. Әйтсе де ешкім де Жәлелдің орнын баса алмайтын. Мәриям үшін сейсенбінің кеші бәрінен ұзақ сезілетін. Жәлел сауда қамымен болып бейсенбі күні келмей қала ма деп алаңдап, ұйқысы келмейді. Сәрсенбі күні аулада әрнені ойлап, тауықтарға жем себеді. Гүл теріп, бет-аузына қонған шыбын-шіркейді қағып-сілкіп, мақсатсыз шиырлап жүреді. Күн санаумен әрең жеткен бейсенбі келгенде тоған жаққа қарап қабырғаға сүйеніп отырады. Жәлел кешігер болса, қиялы төңкеріліп, көңілін алаң басады. Уақыт өткен сайын денесі зілденіп, қол-аяғы жансызданып, бір жерді тауып жатып алатын. Нананың «Әне, сенің әкең салтанаты жарасып айбатпен келе жатыр» дегенін естіген бетте орнынан атып тұрады. Күртесін иығына іліп, биік, бітік, бұта бүрген арасымен өрлеп келе жатқан Жәлелдің алдына жүгіріп барғысы, етегіне оралғысы келсе де, Нананың өзін күзетіп тұрғанын, тебіренісін сәл білдіріп қойса-ақ, қабағы қатулана қалатынын білетіндіктен, әкесін босағада сабырмен күтуге мәжбүр болатын. Жәлел лашықтың алдындағы алаңқайға келгенде, күртесін тандырдың үстіне тастай салып құшағын кең жаяды. Мәриям оған қарай ақырын бір-екі аттап барып, тұра жүгіреді. Жәлел оны құшақтай алып, аспанға лақтырып ойнатады. Биікке көтеріліп бара жатқан Мәриям төменнен қарап, езуін кере қарыс аша қарқылдай күліп тұрған Жәлелдің самай шашын, беті мен аппақ тістерін көріп сыңғырлай күлетін. Оның әсемдеп басқан мұртын, ретті қырылған сақалын, күннің ыстық суығымен санаспастан киіп алатын қоңыр түсті костюмын жақсы көретін. Әкесі қол орамалын үшбұрыштап бүктеп,
қалтасына салып алатын. Мәриям оның мойнына таққан қызыл галстугіне қызыға қарайтын. Жәлелдің көзінен өзінің бейнесін, төгіліп тұрған сүмбіл шашын, шаттанған жүзін, көкпеңбек аспанды көріп рахаттанатын. Нана қызы Жәлелдің қолынан жерге түсіп кетіп бір жерін жарақаттап ала ма деп алаңдайды. Ал Мәриям Жәлелдің өзін жерге тастай салмайтынына еш күмән келтірмейді. Әкесінің күтім көрген қолы аман-есен қайта қағып аларына сенеді. Жәлел келгенде олар ауладағы теректің саясында отырған. Нана Жәлелге басын изеп салқын сәлемдесті де оларға шай әкеліп берді. Жәлел оның алдарына тас атып келе-келегенін айтып жатпайтын. Нана Жәлелді сыртынан қарғап сілегенімен өзі келгенде әдеппен сөйлеседі. Шашын тарап, тісін тазалап, ең әдемі жаулығын орап, оның қарсысындағы орындыққа қолын тізесіне қойып, үнсіз отырады. Оған ешқашан тіке қарамайды. Әңгімеге дөрекі сөздерін де араластырмайды. Күле қалса, сарғайған тістерін жасырып, аузын бүркеп алатын. Ол Жәлелдің сауда жайы мен әйелдерінің амандығын сұрады. Бибі әжейден оның кіші тоқалы Наргизаның 3-ші баласына жүкті екенін естігенін айтқанда, Жәлел басын сыпайы шұлғыды. «Қатты қуанған шығарсыз-ау», деді Нана. «Сонымен перзенттеріңіз нешеу болды, 10 ба?» «Иә, 10», деді Жәлел. «Мәриямды қоссаңыз, 11 болады деген сөз». Жәлел қайтып кеткен соң, Нана мен Мәриям тағы араздасып қалды. Мәриям оның неліктен қасақана әкесін ызаландырғанын сұрады. Әр жолы шайдан кейін Мәриям мен Жәлел тоған жағалап балық аулауға баратын. Ол Мәриямға қай жерде тұруды, қармақты қалай салуды, жіпті қалай орауды, балықты қалай тазалап, қылтанын қалай ажыратуды, оған қоса қаламды қағаз бетінен көтерместен пілдің суретін қалай салуға болатын үйрететін. Өлең оқып, бірге ән салатын. Алақандай көлшік бар соқпақ жолдың бойында, су жағалап торғайда, шөлін баспақ ойында. Тайып кетіп аяғы, құлап кетті айдынға. Жәлел Гераттан шығатын Ислам иттипахы газетін ала келіп оқып беретін. Ол Мәриямды лашығынан, тіпті гүлдаманнан да кең дүниеге байлап тұратын бірден-бір арқау еді. Тілін бұраса да келтіре алмайтын дүниедегі әр ел президенттерінің есімдері, пойыз, музей, футбол, айға ұшқан ракеталар туралы хабарлар оны қайран қалдыратын, тебірентетін. Әр бейсенбі Жәлел әлемді төбесіне тік көтеріп, өзімен бірге ала келетін. Мәриям 14 жасқа толған 1973 жылы Кабулға 40 жыл билік жүргізген Захир Шах бір тамшыда қан төгілмеген төңкеріс есебінен тақтан кетіп қалған хабарын да Жәлел Мәриямға жеткізген. Захир Шах Италияда емделіп жатқанда немере інісі Дәуітхан саяси төңкеріс жасапты. Дәуітхан есіңде ме? Мен саған ол туралы айтқанмын. Сен туғанда ол кісі Кабулда бас уәзір еді. Қазір Ауғанстанда монархия аударылып, жаңадан республика құрылды. Дәуітхан президент болды. Естуімше, Кабулдағы социалистер оның билікті қолға келтіруіне жәрдем беріптіміз. Бірақ өзі социалист емес. Солардың жәрдеміне ие болған сияқты. Дегенмен бұл көшедегі қауесет. Мәриям одан социалистер деген сөздің мағынасын сұрайды. Жәлел байыптап түсіндіргенімен, онысы Мәриямның құлағына да кірмейтін. Тыңдап отырсың ба? Иә. Ол күртесінің томпайып тұрған қалтасына Мәриямның қарап тұрғанын байқады. Ойбу, ұмытып кете жаздаппын, міне. Жәлел қалтасынан шағын қорапты алып Мәриямға ұсынды. Әр жолы оны көргелі келгенінде білезік, маржан дегендей кішкентай сыйлықтарын ала келетін. Мәриям қорапты ашып, ішінен ай мен жұлдыз ойылған ұсақ монеталар тәрізді бірдеңелер ілінген алқаны алды. Тағып көр. Мәриям алқаны тақты. Қалай, ұнады ма? Енді ханшайымға ұқсадың. Жәлел кеткен соң Нананың көзі Мәриямның мойнындағы алқаға түсті. Құмалақтан тізген қойшының алқасы бұл, деді ол. Мен олардың бұны қалай жасайтынын көргенмін. Сенің сол қадірлі әкең саған алтын әкеліп береді дейсің бе? Көрерміз әлі. Жәлел кеткенде Мәриям есік алдында оның сұлбасы көрінбей кеткенше қарап тұратын. Қайта айналып келгенше 7 күн барын ойлап, көңілі құлазитын. Кештерде Мәриям қамыс төсеніште жатып, Жәлелдің Гераттағы үйі туралы қиялдайды. Онымен дәл сол үйде бірге тұрса, қалай болатынын елестетеді. Ол қырынғанда орамал дайындап тұруды, алда-жалда бетін тіліп кетсе, оған айтуды, шайын демдеп, түймелерін қадап беріп, онымен бірге Гераттың қайнаған базарларын аралауды армандайтын. Жұрт оларға қарап,
қараңдар, жәлелхан қызымен бірге кетіп барады десе, өзін әлгі бір әйгілі ақын жерленген терек саясына ертіп барса, қандай ғанибет болар еді. Ол күндердің бірінде Жәлелге осы армандарын айтуға бекінді. Жәлел мұны естісе, өзі кеткен соң қалай сағынатынымды білсе, мені сөзсіз өзімен ала кетеді. Басқа балаларымен бірге мен де оның үйінде тұрармын деп ойлады. Өзіме не керек екенін жақсы білемін, деді Мәриям Жәлелге қарап. 1974 жылы Мәриям 15 жасқа толған. Көктем күндерінің бірі. Олар лашықтың алдындағы ақ теректің саясына қойылған бүктемелі орындықта отырған. Туған күніме маған не керек екенін өзім білемін. Солай ма? Деді Жәлел Мәриямның жауабына қызыққан сыңаймен күлімсіреп. 2 апта бұрын Жәлел Мәриямға өзінің кинотеатрында Американың мультфильмі қойылып жатқанын айтқанда, Мәриямның соны көруге деген ынтасы оянған. Әкесінің айтуынша, фильм тым өзгеше. Көріністерінің барлығы дерлік сызба картиналардан құралған. Көптеген сызба картиналарды суретке түсіріп, оларды тәртіппен кадрға қойғанда, ондағы көріністер бейне қимылдағандай әсер береді екен. Фильмде мынадай оқиға баяндалатын көрінеді. Ерте заманда ойыншық жасайтын бір қария жалғыз тұрады. Қария бір балаға зар екен. Ол ағаштан ұл бала жасапты. Кенеттен сиқырдың күшімен ағаш балаға жан бітіпті. Қария мен ағаш бала көп оқиғаны бастан өткеріпті. Олар шаттық аралы деп аталатын жерге барғанда, содыр-сотанақтардың есекке айналып қалатынын көріпті. Ақыр аяғында қария мен ағаш баланы кит жұтып қойыпты. Мәриям Файзолла молдаға бұл фильм жайында әкесінен естігендерін баяндап берген еді. Сіз мені кинотеатрға апарыңызшы, деді Мәриям. Сол мультфильмді көргім келеді, ағаш баланы көргім келеді. Мәриям айналадағы жағдайдың аяқ астынан өзгеріп сала бергенін аңғарды. Сасып қалған әке-шешесі тынши алмай орындықтарын қозғалта бастады. Мәриям олардың бір-біріне әлдеқандай түсіністікпен қарысқандарын байқады. Бұл талабың орынды болмады, деді Нана. Жәлел бар кездері ол өте мүләйім, салмақты сөйлейтін. Мәриям оның кінәлай қараған жанарынан өзіне наразы екенін біле қойған. Жәлел қипалақтап тамағын қырнады. Бері қарашы, деді Жәлел. Бұл фильм онша сапалы шықпаған, дыбысы да анық емес. Оның үстіне кино қою аппаратында ақау бар, бәлкім шешеңді тыңдаған дұрыс болар. Бұл қалауыңды өзгертсең қалай, Мәриям? Міне, деді Нана, әкең де мені қостады. Олар тоған бойына барғанда Мәриям әкесіне, мені бірге ала кетіңіз, деді. Ендеше былай болсын, деді Жәлел. Сені алып кетуге адам жіберейін. Саған ең жақсы орынды таңдап қоямын. Сен ұнататын тәттілерді де алып қоямын. Жоқ, мені өзіңізбен бірге алып кетіңіз. Мәриям, менің аға әпкелерімді де шақырыңыз. Оларды көргім келеді. Олармен бірге отырып кино көргім келеді. Жәлел жеңіл күрсінді. Көзін Мәриямнан ала қашып алыстағы тауларға телмірді. Экрандағы адамдардың беті үйдей үлкен көрінеді, деген Жәлел. Көліктер қақтығыса тура сені қағып кетердей сезінесің. Мәриям өзінің балкондағы арнайы орында Жәлел және өзінің туысқандарымен бірге балмұздақ жеп отырғанын елестетті. Туған күнімді міне дәл осылай өткізгім келеді. Әкесі оған мұңая қарады. Ертең сәскеде мені алуға келіңіз. Сізді осы жерде күтемін, жарай ма? Ертең. Мұнда кел, деді Жәлел. Жүрелей отырып Мәриямды алдына алып бауырына басты. Бастапқыда Нана үй ішінде жұдырығын түйіп, қинала арлы-берлі жүрді. Құдай маған сен сияқты опасызды несіне берді екен? Су. Саған төккен терім құмға құйған су болды. Мені тастап кетуге дәтің қалай барады? Айтқане, ой сатқын харами. Нана өршелене түсті. Сен миғыла өзіңді ол үшін сонша керек адаммын деп ойлайсың ба? Үйіне апарады деген дәмеңді ит жесін. Саған айтып қояйын, еркектердің жүрегі тас, бауыры беріш. Олардың бауыры ананың құрсағы емес, ананың құрсағы алтын, балаға пана. Саған біреудің жаны ашыса, ол мен ғана сені жанымнан артық көремін. Бұл дүниеде менен басқа ешкімің жоқ. Мен болмасам, мына жалғанда ешкімің қалмайды, ешкімін. Нана Мәриямды айыптаудан жалынуға көшті. Егер сен кетсең, маған өлім ғана қалады. Маған тағы жын жабысады, талмам ұстайды. Тілімді тістелеген қалпында жан тапсырғанымды көресің. Өйтпе, Мәриям, мені тастап кетпе. Сен кетсең шынымен өлемін. Мәриям үндемеді. Білесің, сені жанымнан артық көремін, Мәриям. Мәриям сыртқа жалғыз серуендеп келгісі келетінін айтып шығып кетті.
Ол нананың жын туралы айтқандардың бәрі жалған екенін білетін. жәлел оған нананың біртүрлі сырқаты барын, дәрі ішсе сауығып кететінін айтқан. егер ол үйден шығып кетпесе, шешесінен неліктен жәлел айтқан дәрігерге көрінбегенін, жәлел әкеліп берген дәрілерді ішпегенін сұрауы мүмкін еді. Басқалар өзіне не айтса да мыңқ етпес құр тұлып, кім көрінген күйесін жағып, кірін сүртетін қолжаулық болудан ығыр болғанын, нананың қашанда өмірлеріндегі ақиқатты бұрмалап, Мәриямды өзінің бұл дүниеге запыранын төгетін шелегіне айналдырып алғанынан қатты қажығанын айтып салуы мүмкін еді. Мәриям тағы, сіз менің қуанышқа бөленуімнен, сіз көрмеген жақсы тұрмысты кешіруімнен, сізге бұйырмаған бақытқа қол жеткізуімнен қорқасыз, бақытты болғанымды қаламайсыз, меніңше жүрегі тас, бауыры беріш адам дәл өзіңіз деуі мүмкін еді. Мәриям аулаға шығып алысқа көз жібергенді жақсы көретін. Ол ептеп басып есік алдындағы шалғынға келіп отырды. Төменде Герат бейне тізіп қойған манекендердей көрінеді. Қаланың терістік жағында әйелдер бақшасы, Чарсук базары, оңтүстігінде ұлы Александрия бекінісінің қирандылары. Қыстақтардағы мешіттердің мұнаралары алып дюялардың саусақтарындай шоқиып тұратын. Ол жүргісі келген көшелер қайшыласқан адам мен ат, қашыр жеккен арбаларға толып кеткен. Төбеден бір-екі қарлығаш ұшып өтті. Мәриям оларға қызыға қарады. Олар әп-сәтте Гератқа бара алады, қалаған жеріне қона алады. Бәлкім, олар Жәлелдің үйіне, кинотеатрының алдындағы ағаштарға барып қонатын шығар. Мәриям 10 тал ұсақ тасты 3 қатар етіп тізді. Ол бұл ойынды нанаға көрсетпей ойнайтын. Бірінші қатарға тізілген 4 тас Хадишаның, екінші қатардағы 3 тас Афсунның, үшінші қатардағы 3 тас Наргизаның балалары. Ол 4-ші қатарды қосты. Онда бір ғана тас бар еді. Ертесі таң сәріде Мәриям тізесіне түсіп тұратын сүт түсті көйлегі мен мақталы шалбарын киді. Басына жасыл жаулығын орады. Жасыл жаулығының киіміне жараспай қалғанынан аздап ыңғайсызданғанымен, ақ жаулығын күйе жеп түте-түте болғанын көріп басқа амал таппады. Ол сағатқа қарады. Файзулла молда тарту еткен бұрмалы қол сағатының сырты жасыл, цифрлары қара болатын. Сағат тілі 9-ды көрсетіп тұрған. Маңайда нананың қарасы көрінбейді. Мәриям оны іздемекші болды да, тағы керілесіп қалудан алаңдады. Ол шешесінің жазғыра шікірейетін қарашығынан қатты қорқатын. Нананың оны бетсіз деп келе-келеуі, Жәлелмен бірге тұру арманын мазақ қылары анық. Мәриям жүрелеп отырды. Уақыт өткізу үшін Жәлел үйретіп кеткенде қаламды қағаз бетінен көтерместен қайта-қайта пілдің суретін салды. Белі талып, аяғы ұйып қалса да, көйлегінің жиырылып қалуын уайымдап жерге отыра кетуге батылдық етпеді. Сағат тілі 11:30-ды көрсетті. Мәриям 11 тал ұсақ тасты қалтасына салып далаға шықты. Тоған жаққа бара жатып, нананың мәжнүталдың астына қойылған орындықта отырғанын көрді. Бірақ оның өзін көрген-көрмегенін біле алмады. Ол Жәлелмен жолығуға келіскен тоған бойына келді. Зеңгір аспанның әр тұсына қырыққабаттың жапырақтары тәріздес бұйра бұлттар ұйысып алыпты. Жәлел оған, анау бұлттар қалың қою болғандықтан үстінен түскен күн нұры тосылып қалады да сұп-сұр болып көрінеді деген еді. Арада біраз уақыт өтті. Мәриям лашыққа қайтып келді. Бұл жолы ол нананың көзіне шалынып қалмас үшін батыс жақпен жүрді. Сағатына тағы қарады. Сағат 1 болайын деді. Әкем жұмысбасты адам, қалайда шаруасы шығып қалған болуы керек деп ойлады Мәриям. Ол тоған бойына қайта барды. Аспанда суылдап ұшқан құстар жалт беріп жерге қарай заулайды да, бұта бүрген бітік шөптердің арасына сіңіп жоқ болады. Мәриям қоғаның сабағымен өрмелеп бара жатқан жібек құртын біраз күзетті. Аяғы талғанша тік тұрып бақылады. Бұл жолы лашығына қайтып бармады. Керісінше балағын тізесіне дейін түріп, суды кешіп өтті. Өмірінде алғаш рет Гератқа алып баратын иір жолға қарай беттеді. Нананың Герат жайлы айтқандары да дегеніндей болмады. Ешкім оны саусағымен ишаралап қол шығарып келемеждеген жоқ, мазақ қылған да жоқ. Мәриям Гераттың даңғаза көшелері мен жаяу жүргіншілерге, велосипед мінгендерге, қашыр жеккен арбаларға ілесіп кетіп бара жатты. Ешкім оған тас атпады, харами деп шақырмады. Шынтуайтында ешкім де оған назар аудармады. Ойламаған жерден бұл ортада басқалар сияқты қалыпты адамға айналды. Мәриям үлкен бақшаның ортасындағы шағыл төселген тас жол кесіп өткен жұмыртқа пішіндес көлшіктің жанында
аз кідіріп қалды. Ол көлшіктің жағасындағы суға қарап тұрған мәрмәрден құйылған жылқының мүсініне таңдана қарап, еппен сипалады. Қағаз қайықтарын суға ағызып ойнап жүрген бір топ балаға қызыға қарады. Төңіректе қызғалдақтар, лала-гүлдер құлпырып тұр. Олардың жапырақтары күн сәулесімен жарқырайды. Бақ ішінде біреулер серуендеп жүрсе, біреулер орындықта шай ішіп жайбарақат әңгімелесуде. Ол өзінің Гератта екеніне сене алмады. Жүрегі тебіреністен жиілей соқты. Дәл қазір Файзолла молда оны көрсе ғой, қандай керемет болмақ. Ол Мәриямның ерік-жігері мен қайратына дұға қылар еді. Осы қалада өз әкесімен, аға-інілерімен, әпке-сіңлілерімен, ет жақындарымен бірге тұру үшін, өзі күндіз-түні арман еткен шартсыз сүю мен сүйікті болуға қол жеткізу үшін жасаған тәуекеліне дұға қылған болар еді. Мәриям көкірегін кернеген тебіреніс ішінде бақшаның бүйіріндегі базарды кесіп өтті. Арбаларына жүзім, шиелерді молынан үйіп қойған кәрі құртаң, шал-шауқандар, көше саудагерлері оған мағынасыз қарап қойысады. Жалаң аяқ балалар автобус машиналардың соңынан пакеттегі айваларын бұлғап жүгіріседі. Ол көше қиылысында адамдардың мына таңғажайыптарды елеместен құлықсыз кетіп бара жатқандарына таңырқай қарап тұрды. Сәлден соң ол бір арбакештің қасына барып, кинотеатр қожайыны Жәлелдің үйін сұрады. Арбакеш жасамыс тартқан, беті шиедей, үстіне шұбар ала, ұзын шапан киіп алған адам еді. «Гераттан емес сияқтысың», деді әлгі адам таңданысын жасырмай. «Мұнда Жәлелдің үйін білмейтіндер жоқ шығар сірә. Сіз маған сол үйді көрсетіп жіберсеңіз». Қарт бір кәмпитті ашты. «Жалғызсың ба?» «Иә». «Арбаға мін, мен сені жеткізейін. Бірақ сізге төлейтіндей ақшам жоқ». Арбакеш Мәриямға кәмпитін берді. 2 сағаттан бері бірде-бір адам тасымағанын, өзі де қайтуға ыңғайланып отырғанын, оған қоса Жәлелдің үйі қайтар жолының бойында екенін айтты. Мәриям арбаға мінді. Олар жол бойы үн-түнсіз қатарласып отырды. Көшенің екі жағында дәріхана, жеміс-жидек дүкендері, кітапхана, тіпті бүркіт сататын дүкендер де бар еді. Балалар құмда жиналып отырып алып мәрмәр тас ойнауда. Шайханалардың сыртындағы кілем төселген ағаш сәкіде еркектер шай ішіп қорқор тартып отыр. Арбакеш созылып жатқан қарағайлы көшеге бұрыла салып, арбасын жолдың ортасына тоқтатты. «Міне келдік, жолың болған сияқты қызым, анау тұрған оның көлігі». Мәриям арбадан секіріп түсті. Арбакеш оған қарап жымиды да арбасына мініп кете барды. Мәриям сыртынан көзі шалғаны болмаса, өмірінде машинаны ұстап көрмеген. Ол қара түсті машинаның капотын ақырын сипап қойды. Жарқырап тұрған дискілерінен өзінің үлкейген бейнесін көрді. Орындықтары ақ былғарымен тысталған, рулінің айналасына қатар-қатар тізілген жылтырақ тетіктері мен шыны нұсқаушалары орналасқан. Ол кенеттен нананың айғайлаған, былданған, мүсәпірсей жалынған үнін естігендей болды. Аяқтары дірілдей баяу ілбіп, үйдің алдыңғы есігіне жақындады. Қолдарымен биік те келісті қабырғаларды сипады. Дуалдың арғы бетіндегі теректің басын көру үшін аспанға тік қарауы керек еді. Терек бұтақтары Мәриямды қарсы алғандай желмен тербеледі. Ол өзінің тебіренісін басу үшін аз кідірді. Жалаңаяқ бір қыз есік ашты. Еріннің астына гүлдің суреті салыныпты. «Мен Жәлелханмен жолықпақшы едім. Қызы Мәрияммын». Қыздың шырайында әуелде таңданыс, одан соң қорқыныш, соңынан білінер-білінбес күлкі пайда болды. «Сәл күте тұрыңыз», деді қыз Мәриямға қызға қарап. Қыз есікті жауып кіріп кетті. Арада бірнеше минут өткенде бойы еңселі, иығы кең, шала ұйқылы бір адам есікті қайта ашты. «Мен Жәлелханның шопырымын», деді ол әдеппен. «Кіммін дедіңіз?» «Көлік жүргізушімін. Жәлелхан бүгін үйде жоқ». «Оның көлігін көрдім», деді Мәриям. «Ол шұғыл сауда ісімен алысқа кетті». «Қашан келеді?» «Онысын айтпады». Мәриям өзінің күтетінін айтты. Әлгі адам есікті жауып кіріп кетті. Мәриям тізесін құшақтап жерге қисайды. Күн кешкіріп қараңғылық басты. Оның қарны да аша бастады. Қалтасынан Арбакеш берген кәмпитті алып аузына салды. Әлден уақытта шопыр қайта шықты. «Үйіңізге қайтыңыз», деді ол. «Енді 1 сағатқа жетер-жетпесте қараңғы түседі». «Қараңғыға үйренгенмін. Кеш түссе күн салқындайды. Сізді үйіңізге көлікпен жеткізейін, келістік пе? Оған келгеніңізді айтамын». Мәриям басын көтеріп оған қарап қойды. «Болмаса сізді қонақ үйге апарайын, ол жерде жақсы ұйықтайсыз. Қалған істі ертең ойласайық. Үйге кіруіме рұқсат етіңіз».
Маған сізді үйге кіргізбеуге бұйырды. Тыңдаңыз, оның қашан келетінін ешкім білмейді. Бәлкім бірнеше күннен кейін оралар. Мәриям қолын қусырып тұрды. Шопыр тамағын қырнап қойып наразы бейнеде қарады. Ұзақ жылдардан кейін Мәриям сол кезде шопырдың өзін үйіне жеткіземін дегеніне құлақ асқан болса, тағдырының қалай болатыны туралы ойланып қалған. Сол күні ол Жәлелдің есік алдында бір түнді өткізді. Айналаны қараңғылық басты. Ерінің астына гүл суретін салған қыз нан мен бір тарелке палау әкеліп берді. Мәриям жегісі келмейтінін айтса да, қыз тамақты оның жанына қойып кіріп кетті. Әлдекімдердің жүрген, есіктің ашылып жабылған дыбыстары үрген иттің үнімен араласып, Мәриямның құлағына ауық-ауық келіп тұрған. Қарны қатты ашқан Мәриям төзімі жетпей, тарелкедегі асты нанымен қоса қарпып салды. Шегірткенің шырылы естіледі. Ай бетін бір шөкім қара бұлт торлап алған. Таң атысымен ол біреудің сілкігенінен оянып кетті. Түнде әлдекім шығып, оған жамылғы жауып қойған. Оны сілкілеп тұрған кешегі шопыр еді. Доғар, сен өзіңді әбден танытып қойдың. Жетер енді. Қайт үйіңе. Мәриям орнынан қозғалмастан көзін уқалап бетін сипалады. Белі мен мойны ұйып қалыпты. Оны күтемін. Бері қара, деді шопыр. Жәлелхан маған сені дәл қазір үйіңе апарып салуды бұйырды. Дәл қазір, түсіндің бе? Жәлелхан солай деді. Ол машинаның артқы есігін ашты. Тез, көлікке мін, деді ол бәсеңдеу үнмен. Мен оған жолығамын, деді Мәриям, көзіне жас толып кетті. Шопыр терең күрсінді. Сені үйіңе жеткізейін, ақылға кел, қызым. Мәриям орнынан тұрып оған қарай жүрді де кенет кілт бұрылып ауланың алдыңғы есігіне қарай жүгірді. Шопыр оның желкесінен тартты. Мәриям оның қолынан бұлқынып шығып ашық тұрған есікке атылды. Ол Жәлелдің ауласындағы әр алуан гүлдер тізілген шыны текшелерге, жүзім салбырап тұрған бұтақтарға, сұп-сұр тастармен әсемделген балық көлшігіне, жеміс ағаштарына, гүлзарға көз жүгіртіп шыққан соң үстіңгі қабаттағы терезеден қарап тұрған таныс бейнеге қадалды. Бұл таныс бейне бірнеше секундтан кейін перденің артына өтіп кеткен болса да, ол Мәриям үшін жетерлік еді. Артынша бір қол пайда болды да, жасындай жалт еткен жылдамдықпен пердені жауып үлгерді. Шопыр жол бойы Мәриямға жұбату айтып, көңілін аулап отырды. Алайда оның не дегені құлағына кіріп те шықпады. Ол көліктің артқы орындығында отырып, көз жасын көлдетумен болды. Оның жаны ауыр азап пен қорлыққа толы еді. Өзінің Жәлелге ақымақтарша сеніп келгенін, онымен кездесерде қай киімін киерін білмей дағдарғанын, тіпті жаулығының киіміне үйлеспей қалуына бас қатырғанын есіне алғанда, өзегін өкініш өртеді. Сонша жолды жаяу жүріп, шопырдың қайт деген ақылына құлақ аспай қаңғыбас иттер сияқты далада бір түн жатқанына ашынды. Шешесінің жалынышын, жылай-жылай жасы сарқылып ісіп кеткен көзін қаперіне де алмағанына намыстанды. Нана оған ескерткен еді. Оның айтқандары мінекей нағыз ақиқат болып шықты. Ол үстіңгі қабаттан көрінген сол бейнені елестетті. Ол Мәриямды бір түн далада жатқызды, далада. Мәриям орындыққа қисая түсіп тоқтаусыз жылап жатыр. Тік отырғысы, басқаларға көрінгісі келмейді. Міне енді күллі Герат бүгін таң атпастан не іс болғанын, қалайша өз абыройын төккенін біліп болды. Дәл қазір Файзолла молда қасында болса, басынан сипап көңілін аулаған болар еді. Біраз жүрген соң машина кедір-бұдыр жолға түсті. Олар Герат пен Гулдаманның арасындағы дөңге жетіп келді. Енді Нанаға қай бетімен қарамақ, не деп түсіндірмек, одан кешірімді қалай сұрамақ. Машина тоқтады. Шопыр артқы есікті ашып, оны сүйеп түсірді. Сені үйімнің алдына дейін жеткізейін, деді ол. Мәриям шопырдың соңынан ілесіп, жолдан өтіп соқпаққа келді. Жол жиегінде жабайы гүлдер бітік өскен. Оған ұшып-қонып шырын жиған бал араларының ызыңы естіліп тұрған. Шопыр Мәриямның қолынан ұстап, оны арықтан өткізді. Сосын ол Гераттың жарты жыл бойы тоқтаусыз соғатын ат шулы боранының белгісі білініп, жыра жықпыттың бәрін құммен көміп жатқанын сөз қыла бастады. Кенет ол кілт тоқтады да артына бұрылып, Мәриямның көзін қолымен баса қойды. Сосын кері қарай жетелей жөнелді. Кері шегін, алдыңа қарама, кейін қайт, деп дауыстады шопыр. Бірақ кеш еді. Мәриям бәрін көрді. Жел мәжнүталдың бұтақтарын құдды пердені қайырғандай екі жаққа желпіп тұрған. Мәриям ағаштың астында құлап жатқан орындықты, бұтаққа байланған арқанда асылып тұрған Нананың жансыз денесін көрді.